Есімім Сабыржан Намазбекұлы, Сейд Ахметов. Жаңағы кәсібім тау-кен саласында, геологоразведочный дейді, компания ТО Поладекс. Осы салада 10 жылдан аса жұмыстамыз. Біздің мекемеміз сол жаңағы тау-кен саласында болғаннан кейін облыстарда боламыз. Қырғызстанда компаниямыз бар, Қазақстанда компаниямыз бар. Сол салада біраз жұмыстар атқарып жатырмыз. Бүгін мынау отандастар қоры үлкен бір шара жасап жатыр. Өте керемет, біз қуаныштымыз. Бәріміздің басымызды қосып, жер жүзінде қазақтарды шақырып, мекемелердің басшылары, үлкен азаматтарменен бүгін танысу болып, кеше бүгін мынау бізді ортаға шақырып, біз өзіміздің жағдайларымызды айттық. Қай жерде туылғанымызды айттық. Мен өзім Жамбылдың тумасымын. Монғолиядан, Қытайдан, Ресейден, Ираннан, Жапониядан, Малайзиядан келген адамдармен таныстық. Қандай керемет. Өте көп біз бір пайдалы нәрселер алдық. Бір-бірімізбенен жаңағы телефон нөмірлерімізді бірімізге бердік. Мен болса Бишкекте тұрамын, Қырғызстанда. Сол жерде қазақ диаспорасында көп жыл. Әрине, біздіңде тұрып жатқан Қырғыз мемлекетінде жағдай жаман емес, бәрі жақсы. Қазақстан мемлекеті үлкен шараларды жасап жатыр екен. Кәсіпкерлерге Қазақ Инвест айтып жатыр, отандастар қоры айтып жатыр. Керемет. Көп нәрсе алдық, көп нәрсені білдік. Өте керемет. Рахмет ұйымдастырған басшыларға, жігіттерге өте жақсы бәрін үйістірді. Енді қалауым осындай жиынды жиі үйістірілса, мүмкін Қырғыз жерінде Бішкекте үйістірілса да жаман болмайды деп ойлаймын. Біраз мәселені, біраз өзімізге, кәсіпкерлерге байланысты мәселелер көтеріліп жатыр. Өте керемет, өте көп ризашылығымды білдіремін. Қазақстан мемлекетіне, оның ішінде мына отандастар қауымына. Рахмет.